Eskender ağa, siz 5 barmaq жақсы көреді екенсіз. Боттайып кеттің ба не? Жоқ, тағы да сіздің қызыңыз жоқ екен. Не болса жама жас кеп қалды. Bir ауыз айтсаңыз салып береміз ғой. Ескендір аға, дайынсыз ба? Дайынмын. Ойының шартын түсіндіріп жіберейін. Білемін. Сізде 3 көмек бар, соны айтып қояйын. Ол 50-де 50. Досыңызға телефон шаласыз. Сіз мына халықтың көмегі ғой. Дайынмын. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Сонымен бірінші сұрақ. Кім кінәлі? Бірінші жеңілдікті қалаймын. Жоқ, тоқсырдың бе? Б деп айтайынды. Кім кінәлі? Ақайың. Б қыз. С бала. Д не білем баланы, мамасы ғой. Сонымен сізде 3 жеңілдігіңіз бар. Бірінші жеңілдік. 50-де 50 ғой. 50-де 50. 50-де 50. Аз болып қалмай ма? Bir 100-100 қыласыз айтайын. Енді жауап бере аласыз ба? Досыма телефон шалайын. Досыңыздың телефоны қандай? 8300 бақай. Қазір. Ұстап қалайын деп қалды. Енді 300 жеңілдігіңіз бар ғой. Студия қонақтарының көмегі. Студия қонақтарының көмегі. Bir Eskender ağa қол жұмылықта қойысқан. Болды, кетіп қалды. Қайсың қалайсыз? Бақай керек. Дұрыс. Сонымен Eskender ağa 500 теңге ұтып алып, сонымен кете беріңіз. Eskender ağa 500 теңге сізде.